Сәлем достар. Бүгін менің денсаулыққа 365 күн атты челленджімнің 7-ші күні, яғни бір апта өтті. Таңертең ерте саат 4-тен 4:30-нан бастап далаға, таза ауаға серуендеге шығамын. Бақшада жұмыс істеймін, тренировка жасаймын. Қазір вишня теріп жүрмін. Өте бәріне орысша айтқанда рекомендую. Себебі өте пайдалы екен. Таңертең ерте тұрып далаға шығып серуендеу, таза ауамен демалып, табиғат аясында жүру. Ол өте көп энергия береді екен. Аз ұйықтасаң да кешке дейін энергия тасып тұрады. Бірақ әрине минимум 6-7 сағат ұйықтау керек. Соны нормаға келтіру керек. Сонда денсаулық мықты болады. Ең бастысы ұйқы дұрыс болу керек. Одан тамақ жағы әрине тәттіні қою керек. Мысалы өзім жарты жылдан асты біз тәттіні мүлде алып тастадық. Әрине кейде қонаққа барғанда жеп қоямыз. Бірақ үйде біз алмаймыз, тек қана изюм, курага, орех, сондай пайдалы заттарды ғана аламыз. Финики. Сондай, мысалы, алмастыруға болады табиғи тағамдарға, қантты. Және кәдімгі высший сортында алмауға тырысамын қазір. Одан да чечевица, басқа да дәнді дақылдарды нан пісіріп, үйдің нанын пісіріп жүрмін. Бірақ бездрожжевой деген магазинінде нанын алып қоямыз андасында. Бірақ осындай пайдалырақ тағамдарға ауыстырудың арқасында және су ішу міндетті түрде керек, 1,5 литр күнделікті. Оның бәрі біздің ағзамызға жақсы әсерін береді. Ең бастысы дұрыс ұйқы.